Баршаларыңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Каналға қолдау ретінде подписация батырмасын баса кетіңіз. Бүгінгі біздің тақырып бір күннің ішінде үй жағдайында безеуді қалай кетіреміз. Безеу жасөспірім балаларда өте көп кездеседі. Оның пайда болу себептері гормональды бұзылулар, эндокриндік аурулар, аллергия, гиперкератоз, ас қорыту бұзылыстары немесе дұрыс тамақтанбау, урогенитальды патология, теріні дұрыс күтпеу. Безеуден құтылуға болады. Тек бет терісінің қандай екенін анықтап, соған сәйкес күтім жасалса, барлық кемшіліктен арылуға мүмкіндік бар. Майлы теріге арналған және безеуді кетіруші маска. Бізге қажет болатын заттар кір сабын мен ас тұзы ғана. Бұл заттар кез келген үйде табылады. Бет күтімі үшін міндетті түрде қымбат косметика немесе арнайы скраб, маска ғана болмаса бетті әдемі ету мүмкін емес деп ойласаңыз, қателесесіз. Себебі үй жағдайында кез келген әйелге қолжетімді масканы өзіңіз-ақ дайындап ала аласыз. Кір сабынның аз ғана бөлігін үккіштен өткізіп, үстінен аздаған жылы су құйып, жақсылап көпіршітіп аламыз. Дайын болған қоспаның бір ас қасығына 1 шай қасық тұз қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Маскамыз дайын. Енді тазартылған бет терісіне мұқият жағып шығамыз. Бұл маска бет терісін тазартып қана қоймай, бет терісінің майлануының алдын алады. Себебі бұл маска майлы бет терісін құрғатады. Сонымен қатар беттегі безеуді, қара дақтарды жоюға көмектеседі. Бұл масканы аптасына 3 рет қолдануға болады. Масканы 1 ай бойы жалғастыру керек. 2-ші аптада нәтижесі байқалады. Масканы бетке жағып болғаннан кейін 5 минут ұстау керек. Уақыт өткеннен кейін масканы алдымен жылы сумен жуып, соңынан сүлгімен ылғалды сіңіріп алыңыз. Соңынан нәрлендіргіш крем жағып қойыңыз. Безеуді кетіретін 2-ші масканың түрі. Ол алоэ шырыны. Алоэ шырыны бет қабынуын тамаша жояды және безеу бөртпесімен тиімді күреседі. Алоэ гүлін дәрілік өсімдікке жатқызамыз. Әр үйде болмаса да оны табу қиын емес. Алоэның 2-3 жапырағын алып, тазалап жуып алған соң, суын кептіріп алыңыз. Содан соң ұсақтап турап алыңыз. Оны қасықпен немесе блендермен езіп шырынын сығып. Осы шырынды безеуді бетке жағып, 10-15 минуттан соң жылы сумен жуып тастаңыз. Алоэның сулы ертіндісін де безеулі бет терісіне қолдануға болады. Оны дайындау үшін алоэ жапырағынан ботқа тәріздес қоймалжың жасап, үстінен құбыр суын немесе тазартылған минералды су құйып, қараңғы жерде 1 сағатқа дейін тұндырасыз. Осы тұнбамен проблемалы бетті сүріп, безеуден арылғанша қолдана беріңіз. Безеудің алдын алуға бағытталған іс-шаралар. Дұрыс тамақтану. Маңызды оқиғалар қарсаңында ашуланбаңыз. Терінің түріне, жасына, күтіміне сәйкес күтім жасайтын косметиканы таңдаңыз. Күніне 2 рет душ қабылдаңыз. Лас қолдарыңызбен бетіңізді ұстамаңыз. Алкоголь мен темекіні тастау. Спортпен шұғылдану. Күніне 2 литр су ішіңіз. Безеу не себептен пайда болады? Негізгі гигиена ережелерін сақтамау. Дұрыс емес тамақтану немесе ас қорыту жолдарының жұмысын бұзу. Тері күтімі дұрыс емес. Гормональды бұзылулар. Безеу шықпас үшін мына ережелерді сақтаңыздар. Бет терісінің типін анықтап алыңыз. Бетіңіз майлануға бейім болса, құрамында AHA, BHA қышқылдары бар, ал құрғақ болса, авокадо, эфир майлары, гиалурин қышқылы бар өнімдерді қолданыңыз. Бетті ешқашан сабынмен жумаңыз. Сабын бет терісінің жаңарып, өңделу процесін құртады.
бет терісіне арналған әдейі өнімдер болады. Күніне 2 рет таңертең және түнде қолданыңыз. Бетіңізді қолмен ұстамаңыз. Қол микробы көп дене мүшелерінің бірі. Безеуді ұстау, сығып, шұқылау тек теріс нәтиже беретінін ұмытпаңыз. Сүлгімен сүртпеңіз. Сүлгіні бірнеше рет қолданатын болғандықтан беттегі микробтар соған жұғады. Бүгінгі ролик сізге ұнаса, лайкты баса кетіңіз.